Ең нәрсе жақсы ол ата-аналарға көмектеседі, апаларға орын беретін. Ең жаман нәрсе ол даладан қағаздар тастап, сабағын жаман оқып болды. Чихать на человека нехорошо. Хорошо, это тогда я рада. Плохо, тогда нехорошо. Жақсы деген, жақсы істерді істесең, жақсы бала боласың. Ал жаман істерді істесең, жаман бала боласың. Әке айтады. Оны бүкіл адам шешеді деп ойлаймын. Оны адамдар өздері бақылай алады. Оны біздің ата-анамыз шешеді. Ата-аналар постоянно дұрыс шешеді деп ойлайсың ба сол нәрсені? Сол нәрсені ата-анамыз дұрыстап шешеді деп үміттенемін. Бәріне көмектесу керек, апаларға орын беру керек. Нужно слушаться родителей. Той болған кезде барлығына сыйлық әкеп беру керек. Нужно заниматься хорошими делами. Біз көп кітап оқуымыз керек. Өзінің мінезің болғанмен, бірақ ол мінезді дұрыс пайдалана білу керек. Иә. Жаман адам деген ол көп ақша сұрайтын, көп заттар сұрайтын, көп андай жұмысқа тұрам деп айтатындарды жаман. Жаман адамды ешкімге көмектеспей жүреді. Заңмен жүрмейтін тағы да басқа сондай недер. Өзінше көшеде крутой ойнап жүреді. Бұл жерде бөліп береді сатушы, соны сен дәмін татып көресің. Мына арбуз болса, соны былай істейміз, қытыратамыз. Потом ол қатты дыбыс шықса, ол жақсы арбуз деген сөз. Можно просто потрясти вот так, потом понять. Пицца, арақ дегендердің дәмі жаман. Білем? Қатты көрдің бай. Жоқ. Кола деміш қойған білем. Бүкіл тамақ жақсы ойсың? Жақсы көремін. Спасибо, пожалуйста. Өзіме ұнайтын ең жақсы сөзім ат. Спасибо. Жарайсың деген сөз маған өте қатты ұнайды. Ең жақсы сөз адамның сөзі. Тамаша. Сен ақылдысың деген сөз ұнайды. Жамансың. Бір әкең дейді. Нет. Ең жаман сөз вообще тупой. Тупой мал дегендер адамның жанына тиеді. Жұрттың баласы деген сөз ең жаман сөз деп ойлаймын. Жақсы немесе жаман, әр нәрсенің екі жағы болады. Әрдайым толық картинаны көруге ұмтыл.